Қысқы маусымда қаланы қардан тазалайтын коммуналдық техникалар сақадай сай. Биыл шаһар жолдары мен тротуарларын 128 техника тазалап, құм төгеді деп жоспарлануда. Ол үшін мемлекеттік қазынадан 322 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Қыс маусымына әзірлік барысын бақылау мақсатында коммуналдық техникалардың дайындығын облыс әкімі Ерік Сұлтанов тексерді. Биыл Петропавл қаласынан қарды қала сыртына шығару үшін 276 миллион теңгеге жуық ақша бөлінсе, жолдарды тазалауға 30 миллион теңге жұмсалмақ. Қар үйілген орындарды реттеу мақсатына 20 миллион, көктайғаққа қарсы материалдарды дайындауға 16 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұл күні облыс әкімі Ерік Сұлтанов қала тазалығына жауап беретін техникалармен танысып, қысқы маусымға дайындығын тексерді. Вот на эти машины оснащены, как пескать, допустим, этот отвал. Есть, это щетка, внизу щетка. Так, снегопогрузчики. Сколько их таких погрузчиков? У меня таких 3. 3 погрузчика. Все готовы к работе? Все готовы к работе, все в исправном состоянии. Лапы там на замен все есть? Все на замен лапы есть. И все. Хорошо. Қаланы қалың қардан тазалайтын бас мердігер Су 808 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ол облыс орталығындағы 26 көшенің жабылып қалмауын қадағалайды. Ол үшін серіктестікте 31 техника дайын тұр. На предприятии. Бізде қыста қарды тазалап, қала сыртына шығару үшін 30-дан астам техникамыз бар. Олардың бәрі де 100%-ға сақадай сай. Боранға қарамай, 50 жұмысшымыз тәулік бойы жұмыс істейді. Күндіз орталықта кептеліс тудырмау үшін түнде де қарды тазалай бермекпіз. Мамандардың айтуынша техникалардың бәрі де жанар жағармаймен қамтылып, былтырғы жылға қарағанда жұмыс қарқыны күшеймек. Өткен жылмен салыстырғанда биыл техника саны, кісілердің жұмыс істейтін саны өсіп отыр. Себебі жаңа техникалар алынды, осы кәсіпорындарменен жаңа техника, жаңа жұмысшылар орналастырылды. Жалпы 20 шақты техника бірлігі алынды. Петропавл қаласының көшелері 7 бағытқа бөлініп, 228 көшені 7 кәсіпорын тазалап отырмақ. Айта кету керек, өткен жылы қала көшелерінен 617 мың текше метр қар шығарылыпты. Ал биылғы мөлшер әзірге белгісіз. Тоқтар Ғалым, Самат Сапаралы, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.